энергия жетпейді емес, менің денем энергияны дұрыс қолдана алмай жатыр. Қандай әдеттер сізде бар осы энергияңыз түспеу үшін? Ана эндокринологқа бар, бүкіл анализдерді тапсырдым. Бүкіл. Медбике алып жатыр. Қанды 18 тюбик толтырып жатыр. Нәтижесі шықты, кеше ғана шықты. Сапалы ұйқы деген ол кешкі 10-да жатып, таңғы 6-да тұру ма? Ұйқыңыз сапасыз, бірақ білмеймін, әлемдегі ең қымбат витаминдерді ішіңіз. Жоқ, оны денеңіз жай игере алмайды. Сіз не нәрсені мүлдем жемейсіз және ішпейсіз? 2-3 сағатқа энергия береді, бірақ анау орысшада айтады ғой, какой ценой дейді ғой. Тым қымбат оның бағасы тым қымбат денеңіз үшін. Стресс, яғни салқынқанды болуды үйрену. Стрессте біздің миымыз мынандай ақпарат алады ғой, өлетін сияқтымыз. Қызығы, ол жеген тамақтарыңыздың бәрі энергия болып шығу керек еді ғой. Ол энергия жоқ. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Денекод каналындасыздар. Бүгін бізде қонақта Азамат Скаков, және бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы бұл энергия жайлы болатын болады. Энергия бізде не үшін төмен, оны қалай көтереміз? Именно бұл жақта психологиялық немесе білім жағынан емес, именно денсаулыққа байланысты, біздің бойымыздағы дәрумендерге байланысты, сол жағынан қандай витаминдерге байланысты, энергиямыз не үшін төмен, оны қалай көтереміз, сол жайлы айтатын боламыз. Бүгін бізде қонақта Азамат Скаков, сертификатталған коуч, сен және мен кітаптарының авторы. Бізде өзіміздің басқа каналда алдын 23 подкаст түсірген болатынбыз. Ал Азеке, қош келдіңіз. Рахмет. Ал подкастымызды бастайық. Енді бүгінгі подкасттың негізгі тақырыбы бұл энергия. Енді қазір көп адамдар энергия бойынша шаршаңқы болып жүреді. Немесе бойында бір істі бастайын десе бастай алмайды. Қалай шешу керек екенін білмейді. Біреулер айтады, спорт баста дейді, біреулер айтады, қан тапсыр, соның ішіндегі витаминдердің жетіспеуі мүмкін деген секілді. Ал осы тақырыпты бір ашсақ, адамдарда не себепті энергия төмен? Мен бұнан неге байланысты зерттедім ғой? Бағдайға байланысты ше. Мен өзіме сұрақ туды, жаңағы энергияны қалай көбейтсек болады, немесе оны көбейтуге болады ма? Оның жаңағы оған кедергі келтіретін процестер бар ма деп зерттедім де, сөйтіп мынау жасуша деңгейіндегін зерттеп көрдім, кейін бады деңгейіндені зерттеп көрдім. Енді шаршап қалдым деген мәселе, көп кездеседі, андай шаршап қала берем, энергиям жетпейді деген сияқты. Мынандай бір қызық мәселе бар. Энергия жетпейді емес, менің денем энергияны дұрыс қолдана алмай жатыр, дұрыс қорыта алмай жатыр, немесе дұрыс шығара алмай жатыр десем болады. Энергия көп бізде. Біздің қазір жейтін тамақтарымыз жетеді. Энергия ретінде қарайтын болсақ, жай ғана бір снекерс жеп алсаңыз, негізі 2,5 күнге жетуі мүмкін ше оның энергиясы. Бірақ менің денем соны обрабатывать етіп энергия өзіне айналдыра алмай жатыр. Қиналып жатыр. Осыған үңіліп көру керек сияқты. Әйтпесе бұл андай мотивациямен болатын тірлік емес ше. Деп мотивациямен 1 сағат істейсіз, бірақ 1 сағаттан кейін бітті, шаршап қаласыз деген сияқты. Немесе жаңа спортпен айналысады, негізі энергияны көтереді ғой, дұрыс қой. Бірақ спортпен айналысында жаңағы жасуша деңгейінде дұрыс емес болса, қайтып қалыпқа келу өте қиын болады. Сондықтан бәлкім сіз мотивацияға тойып 3 апта, 4 апта деп күрестіңіз да, бір кезде білмеймін, тізеңізді ауыртып алдыңыз, шынтағыңызды ауыртып алдыңыз, буынын ауыртып алдыңыз, өйткені жеткіліксіз ғой энергия. Зақымдап алдыңыз ба, енді қайтып қалыпқа келу үшін 1 ай кетіп қалуы мүмкін да. Сол үшін осы қырынан қарасақ, мынау энергия мәселесін жасуша деңгейінде. Әйтпесе біз айтамыз ғой, жаңағы энергияның көп болу үшін бүйтіп істе, сөйтіп істе деген сияқты. Тереңірек үңіліп көру керек болса. Енді бүйтіп алайық, шаршаудың өзін екіге бөліп алсақ, бізде физикалық шаршау бар, ментал шаршау бар. Ментал шаршау түсінікті енді. Мотивацияның жоқтығы, немесе бара жатқан бағытың белгісіз, шудың ортасында қалып қойдың, жаңағы жан-жақтағы адамдардың шуы, инстаграмның шуы, білмеймін, басқа да бір нәрселердің шуына қалып қойдың да, өзіңді естімей қалдың. Бұл менталды шаршау. Менталды шаршау. Бағытым жоғалтып алдым дейді. Істеп жатырмын, бірақ білмеймін не үшін істеп жүргенім дейді, күйіп кетеді. Бұл ментал шаршау. Мағынаның жоқтығы, бағытының жоқтығы. Енді физикалық шаршау. Физикалық шаршау бұл өте табиғи нәрсе, күнде кешке біз шаршаймыз. Бұрынғыда енді әрине бір КамАЗ көмір тасу деген әңгіме жоқ.
білмеймін, бір камаз ағаш жару деген әңгіме жоқ. бір камаз пресс шөп түсіру. Иә, бар бұны дәу қораны тазалау деген әңгіме жоқ. Бірақ дегенмен физикалық тұрғыдан біз қазір шаршаймыз. Енді осы шаршау өте табиғи, бірақ бұл табиғи жолмен қалпына келуі керек еді. Сол келмей қалған кезде проблема басталады. Мен физикалық тұрғыдан шаршаулымын, сізбен сөйлесейін десем, ниетім жақсы, бірақ шықпай жатыр, сөйлесе алмай жатырмын дейді. Мен кітап оқиын десем, оқи алмай жатырмын. Бір істі бастап деп апарайын десем, істей алмай жатырмын дейді. Осы мәселе. Енді бұның жаңағы біз білетін қырлары және өте маңызды қырлар әрине ұйқы. Біз оны алдыңғы подкасттарда айттық. Бұл шынымен қазір оған келеміз. Біз жасуша дәрежесінде өте қатты энергияға әсер етеді. Дұрыс тамақтану, спорт, судың болуы және осы жерде көп тәтті жеу. Менің жаңағы не дейді? Грешок дейді ғой, менің бір білмеймін әлсіздеу түсім, тәтті жеу, көп тәтті жеу сізді жасуша дәрежесінде энергияңыз азайтады екен. Энергияны жеп қояды. Немесе энергияның дұрыс түзілуіне, бөлінуіне қарсы. Мен оны осы сол витамин мәселесін, БАД мәселесін зерттеп келген кезде түсіндім. Түсіндім дедім. Бұл жаңағы сыртқы бөлігі бұл энергияның ше. Ұйқының дұрыс болу, тамақтың дұрыс болу, тәттіні көп жемеу, спортпен айналысу. Бұл ұйқының сыртқы. Бұл жерде өте маңызды 5-ші қосып кетейік, ол стресс дәрежесі. Стресс дәрежесі, депрессия, стресс. Стресс деген айтады ғой, мынау ер адамдарға бұл пайдалы деген секілді. Иә. Барлық нәрсе, күшті айттыңыз, барлық нәрсе нормасы пайдалы. Мысалы біз айтамыз, кортизол бөлініп кетті, стресс кіріп кетті. Кортизол өте пайдалы гормон. Таңертең біз кортизол бөлінген үшін оянамыз. Біз кортизол бөлінген үшін свежий боламыз. Сондай бұл пайдалы гормон. Бірақ бұл нормадан асып кеткен кезде, күтпеген жерден бір оқиға болған кезде бізде кортизол көтеріліп кетеді да, сол бізге зиян. Бірақ норма мөлшерде кортизол өте пайдалы. Бізге пайдалы. Әсіресе еркектерге пайдалы. Азеке, сіз енді мынау қанша жыл болды спортпен айналысып жүргеніңізге? Астында ерте тұрып. 11 жыл кетті. 11 жылдан бері таңертең ерте тұрып спортпен айналысасыз. Осы 11 жылда бір энергияңыз төмендеген бір қанша моменттер болды? Тек андай кезде болады. Бір алыс сапарға кетсем, басқа шетелге кетсем, өйткені кезде циркадный биоритм бұзылады. Бұл табиғи нәрсе. Біздің миымызда супрахиазматикалық жүйе бар ортада. Ол күнді, ауа райын, ыстық па, суық па, жарықтың қаншалықты екенін бәрін есептеп тұрады. Дәл қазір ол есептеп жатыр бәрін. Бұл АНС-ті қалыптастырады. Автономный нервный система мен денем үйреніп қалады. Енді мен мынау Қазақстанның режимімен күшті 4:45-те қойып жүрмін, бәрі күшті болып жүр ғой. Алдында бақ еткізіп Америкаға кетіп қалдым, 12 сағат айырмашылық. Енді мен түнде менің денем автономный нервный система түнде ол жақтың уақытымен ғой. Түнде свежий да андай дайын жұмысқа, бірақ ұйықтау керек. Сөйтіп енді ол жақта 2 апта жүрдік, соң 3 апта жүрдік. Бір аптасы бүйтіп мең-зең болып жүресті, бір аптадан кейін ақырындап дене уже қалыптасып алады, сол жаққа бейімделіп алады. 3 аптада толықтай бейімделіп алады. Енді қайтып келген кезде енді жаңағы қуырдақтың көкесі сол кезде болады, бұзылады барлығы. Супрахиазматикалық жүйеге қайтып қалпына келу үшін орташа есеппен 3-4 апта керек. 3-4 аптадан. Мен энергиям сол кездерде ғана азайған екен. Басқа кездерде төмендемейді. Тек сапардан кейін. Енді Құдай сақтасын, бір қатты ауырып қалып, бірақ ауырып қалған болған жоқ көп. Қандай әдеттер сізде бар осы энергияңыз түспеу үшін? Не нәрсе істейсіз? Күшті сұрақ. Кеше ғана маған эндокринологқа барып бүкіл анализдер тапсырдым. Бүкіл. Кісінің айтқан анализдің бәрін 28 анализ берді маған. Барлығын тапсырдым. Қанша теңге шықты? 128 мың теңге шықты. Жай бүйтіп кім алып жатыр ғой, жаңағы медбике алып жатыр. Қанды 18 тюбик толтырып жатыр да, мен құлап қалмайын ба, мен талып қалмайын ба деймін, күледі, ол жоқ, уайымдамаңыз дейді да. Алып жатыр сөйтіп нәтижесі шықты, кеше ғана шықты. Тамаша. Мен енді прям ондай тамаша болатынын күткен жоқпын, бірақ тамаша болды. Тек D витамині аз. Енді D витамині Қазақстанның Алматының шартында кішкене төмендеу. Бізде теңіз жоқ, тұз жоқ, жаңағы йод жоқ, сондай мәселе. Сосын күннің біз аз қолданамыз күнді. Қанша шықты сізде? Есімде жоқ, бірақ сол ғана нормадан сәл төмен болып тұр. 20 ма сондай да? 15 болып тұр ма, сондай болып тұр. Менде 12 болған.
маған да эндокринолог D3 K2 деген назначать еткен. Сол D3 K2-ны ол өте менің көп естимін, оны бәріміз ішуіміз керек сияқты. D3 K2-ны тамақпен бәріміз ішуіміз керек. Енді мысалы бір теңізі бар мемлекетке демалып қайтсаңыз, Анталияға, Түркияға, мысалы Таиландқа ма, Майамиға ма, сол жақта бір апта жатып қайтсаңыз, бәлкім D3 норма болады. Бірақ қайтып келгеннен кейін, сосын біздің қазіргі өмірімізде күн аз түседі, бетімізге ғана түседі. Қолымыздың да мына жерге дейін түседі. Енді жасуша арқылы аламыз ғой біз күннен D3-ді. Бірақ жабық қой бәрі. Сондықтан сосын мен тредсті байқаймын көп, осы әйел азаматтары, өзіміздің әпке қарындастарымыз тредсті байқадым, именно ферритин деген бір мен білмеймін, гормон ба ол или бір дәрумен ба, 4-те төмен болады, 4 болады, 8 болады. Тредсті енді отырамын өзім оқып, энергиям жоқ, немесе осындай, бұл по-моему темір ма, сондай бір нәрсе. Темірге қатысты. Сіз кеше салдыңыз сторисқа, сізде қанша болды? Сол еще көп адам жазатқан сторисқа салдыңыз ба? 105-те 6 болды. 105-те 6 болды. Бұл тамаша екен. Бұл жаңағы сіздің сұрағыңыз ғой, сол қандай әдеттер деген ше. Бұл мынандай мәселеде бір рет бүйтіп бір нәрсе реттей салатын нәрсе емес. Бұл әдетіңіз болып кету керек, өмірлік әдетіңіз болып керек. Сапалы ұйқы нөмір 1. Қайтадан бұл бітпейтін тақырып, сапалы ұйқы нөмір 1. Мысалы, ұйқыңыз сапасыз, бірақ білмеймін, әлемдегі ең қымбат витаминдерді ішіңіз, жоқ, оны денеңіз жай игере алмайды. Крутой дәрумен іштіңіз, бірақ ол игере алмайды. Сапалы ұйқы деген ол кешкі 10-да жатып, таңғы 6-да тұру ма, әлде мысалы түнгі 2-де жатып, таңғы 12-де тұруда бұл да жата ма? Жоқ, дұрыс айтасыз. Сапалы ұйқы деген күн батқаннан кейін шамамен 1,5-2 сағаттан кейін ұйықтап қалу. Ол кешкі? Кешкі 10-ға дейін ғой. Кешкі 10-10-ға дейін. Және сол таңғы 5-6-ға дейін, кем деген 7 сағат болса күшті болады. Біріншісі сапалы ұйқы. Сапалы ұйқы. Екіншісі? Екіншісі бұл дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенде, енді былай, дұрыс тамақтану дегенде бәріміз жаңағы тек шөп жеп кету емес. Ең болмаса фастфуд жемеу, ең болмаса қатты майлы, қатты қуырылған нәрсе жемеу, ең болмаса мынау қазіргі қалай дейміз, жаңағы полуфабрикат дейміз ба, сондай мәселелер. Чипсы, керешки туралы оны мүлдем айтпай қойын, тіпті үлкен белгілі. Сіз не нәрсені мүлдем жемейсіз және ішпейсіз? Бұлай мүлдем деп айталым. Мысалы, кола ішпеймін. Бірақ білмеймін, бір 2-3 айда бір рет болады ше. Андай бір білмеймін, қонаққа барғанда бір қатты көп жеп қойсам, бір тарып тұратын болады. Бірақ іздемеймін, ішпеймін. Менің бөлмемде неде тоңазытқышта бар, офисімде кола тұр, бірақ ол қонақтарға арналған. Жарты жыл болды, менің қонақтарым да ішпейді екен. Анау тұр сол жерде. Біріншісі кола. Екіншісі кола, чипсы, керешки дегенді өте сирек. Білмеймін, бір отбасыммен бір 2-3 айда бір рет бәлкім отбасыммен кинотеатрға барғанда балаларым жеп жатып болмаса, оны іздемеймін, жемеймін. Бұлар өте майлы нәрселер ғой. Сосын энергетиктерді мүлдем ішпеймін, кофені мүлдем ішпеймін. Горилла, Red Bull. Ол өте зиян. Ал жолға шыққанда ше, сапарға мысалы? Жоқ. Ол біз кейде за рулем шыққан кезде өзіміз ақтап аламыз ғой, енді жол ғой, ішу керек, қазір энергияны ол теп береді, 2-3 сағатқа энергия береді, бірақ анау ауызшада айтады ғой, какой ценой дейді ғой, тым қымбат оның бағасы тым қымбат денеңіз үшін. Өйткені ол энергия береді 2 сағат, бірақ энергия сырттан алмайды. Ол сіздің ішіңіздегі негізі запаста болу керек, негізі түртілмеу керек, үлкен энергиялар бар. Адреналин ана бір шындығында бір қауіп төнген кезде, мысалы орманда аюды кездестіріп қалсаңыз, сіз 4 есе қатты жүгіресіз, сіздің сүйектеріңіз 4 есе күшейіп кетеді, сол адреналин нәтижесінде. Бұл Алланың берген күшті нығметі. Бірақ оны мен әшейін көлік айдап отырып ішіп алдым да. Адреналин бөлінді, жүрек соғып жатыр. 2,5 сағат, бірақ сен қимылдамайсың ғой. Қимылдамаған үшін ол энергия дұрыс шықпайды, шықпағаннан кейін кері әсерін береді. Сондықтан энергетик мүлдем жоқ. Ішімдік, темекі, арақ деген ешқашан ішпегем, шекпегем, ол тікелей әсер етеді. Байқайсыз ба, кейбір адамдар жаңа есте сақтау қабілеті төмен болады, фокусы төмен болады. Жай сөйлесіп отырсаң, түсінбей қалуы мүмкін біраздан кейін. Не болып кетті, братан деп ше. Есіне шығып көреді емес. Бірақ екеуміз әшейін отырмыз, сол сияқты бұның барлығы, соның бәрі жүйеленіп келеді. Тым кеш тамақ жеу деген мәселелер, осының бәрі жүйеленіп келгенде ана жаққа әсер етеді. Екіншісі бізде дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану болды. Кейін жаңағы зиянды мәселелерді мүлдем ішпеу, оның бәрін қосып жадық.
одан кейін спорт. Спорт болу керек. Спорт бүкіл нәрсенің андай біздің денеміздегі биохимиялық процестерге де әсер етеді, қатты әсер етеді. Қазір оны тереңірек кіреміз. Ұйқы дедік, тамақтану дедік, спорт дедік, және стресс жүйесін қадағалау. Бұл психологиялық қара. Мысалы, бұл төртіншісі? Бұл төртіншісі. Стрессті қадағалау керек. Оны сіз басқарасыз. Оны қалай? Оны сыртқы факторлар басқармайды. Мысалы, сіз сағатпен қарап анау психологиялық тұрғыдан жан-жақта болып жатқан оқиғаның бәрі негізі нейтральный. Бүкіл оқиға нейтральный. Мысалы, тіпті мына жерге келіп біреу айқайлап жатса, ол нейтральный. Егер нейтральный қарасам, мен бұл кісі маған бір нәрсе жеткізгісі келіп тұр, соны естейін мен. Не үшін айқайлап жатырсыз? Не жеткізгіңіз келіп тұр? Менің не істегенімді қалап тұрсыз? Деп мәселені шеше алады. Немесе екінші, құры сен кімсің деп ше. Мен стресс көтерілді менде. Бірақ негізі бүкіл барлығы нейтральный. Мен баға беремін. Кез келген ситуацияларға салқынғанды реакция беру. Адамдармен сөйлескен кезде сөйлесу жетпейді. Біз екеуміз сөйлесіп жатқан сияқтымыз, бірақ негізі біз сөйлесіп жатқан жоқпыз. Біз айқайлап жатырмыз, екеуміз де бірімізді естіп тұрған жоқпыз. Ананы естісем мен, мейлі ол айқайлап тұрсын. Мен айтамын, жарайды, не істегенді қалап тұрсын? Білмеймін, тұр да кет десе. Мен тұрып кеткеннен кейін мен шынымен бірақ мазақтағым келіп тұрған жоқ, немесе сөзбен өшіріп тастағым келіп тұрған жоқ. Мен тұрып кеткеннен сізге не болады? Мына жерге мен отырамын дейді. Онда отырыңыз, жай айта салмайсыз ба? Шаршап тұрмын. Білмеймін, белім ауырып тұршы десем, мен оп-оңай тұрып кететін едім. Өйтіп айқайлап айтпаса түсінбейсіңдер деп. Мен айтамын, түсінбейсіңдер демеңіз, мен маған айтқан жоқсыз ешқашан деген сияқты. Бұндай сабырлыққа жету деген қалай жетсе болады? Бұл былай ғой. Әрине робот емеспіз ғой, эмоция болады ғой. Бірақ бірден эмоцияға бермей мәселені түсініп алуға тырыссақ болды. Түсініп алайықшы. Кейбір кезде айқайлау керек шығар, айқайлау да керек, құры бар деп айту керек шығар. Бізде Инстаграм, ТикТокта приколдар шығады ғой. Сол жерде әртүрлі бір ситуацияларға күйеуі немесе әйелі спокойно реакция берсе, это что за магниевый 6 он выпил деп айтады ғой. Магний, көп көргем ондайды. Анау әйелі көлікпен келді, соғады ғой көлігін. Сосын күйеуі айтады ғой, припар көйсе деп ше. Сосын шығады, анау қандай магний шығады деп. Негізінде психологиялық тұрғыдан мынау нәрседен не болмасам ше. Стресс режимде өмір сүрген адам тек қауіп күтеді бәрінен. Тек қауіп күтеді. Сіз бит бір түрлі қарап қалсаңыз, бит анам мені жақтырмай тұр. Неге жақтырмай тұр ол деп. Не айтқысы келіп тұр, бір нәрсе жасырып отыр деп ше. Ол ештеңе жасырып отқан жоқ. Жай көз ауырып кеткен бит қабағын ашты. Басы ауырып кетсе де қабағы ашты ол адам. Бір нәрсе ойланып кетті, есіне түсіп кетті. Маған түк қатысы жоқ. Бірақ мен стресс режимде өмір сүрсем, бәрі мені алдап кеткісі келіп тұр, алып кеткісі келіп тұр, ұрлап кеткісі келіп тұр, бір пайдасын көріп қалғысы келіп тұр деген режиммен өмір сүрсем, мен онда солай қараймын. Молшылық режиммен өмір сүрсем, шындығында бәрі мейірімді, адамдардың барлығы мейірімді. Ешқандай, бірақ кейбір адамдардың қасиеті бар, бір несі бар, әдеті дейікші, бірақ ол адамды анықтамайды. Бір әдет ұнамауы мүмкін маған, бірақ ол адам жақсы да. Осындай қырынан қарасақ, ал салқын душ стрессті шашып тастайды дейді ғой, кортизолды. Міндетті түрде. Өзіңіз қабылдайсыз ба? Кезінде істедім. Кезінде анау Горельникке барып жүрдім, 2 жыл үзбей аптасына 2 рет баратым таңғы 5-те. Үзген жоқпын, қысы жазы. Бір уақыттар -23-те де барып отырып, сол кезде стористарым бар, сөйтіп салып қойғам, міне отырмын деп ше, суықта да ыстықта да деген сияқты. Мен Инстаграмда көрген кезде кейбір блогерлер не сатып алады ғой? Мұз. Төртбұрышты ішіне кіріп, мұздай суға шомылатын ше. Мен жири сатып алғым келді, сондай сатып алып, сыртқа шығып, ішіне аздап түсу үшін. О, қызық ше, біз ана кішкене тереңірек зерттеп кірмесе, кез келген нәрсені дұрыс емес мөлшерде қауіпті да. Мысалы, андай термо іш киімдер болады ше. Өйткені, ол суық пайдалы, бірақ біздің предстательный железаны қазақшасы қандай? Жалпақ тілмен айтқанда простата, ол біздің простатаға зиян. Сол үшін мысалы шетелдегі мен көретін кісілер термобилеумен. Термобилеумен салқын. Яғни кейбір жерлерге суық тимеген жөн да. Екінші мәселе оған ақырында ол өте пайдалы. Мен келсем онымен, бірақ ағзамызды ақырында үйретуіміз керек. Мысалы тіпті душтың өзін мен бүйткен едім ше, бастаған кезде, кездескен кезде бүйтетін, толықтай жуынып алдыңыз, жыл сумен, сосын болдық, енді шығардан бұрын 5 секунд
деп барлық жерге шашып шығатын. Сосын бір аптадан кейін 10 секунд, одан 15 секунд, 20 секунд жүре беріп жүреді, одан кейін 1 минут бүйтіп жайбарақат тұра алатын деп болуыңыз керек. Бірақ бірінші күні бүйтіп 1 минут тұрсаңыз ше, бәлкім ол пайдасынан зияны көп болып кетуі мүмкін де. Содан ақырын мен мына ақтаулық жігіттермен сөйлескенмін, ана маржевание деген бар, қыста суық суға түседі. Олар жыл бойы түседі. Қыс демей жаз демей, өзі Каспий өзі ең суық теңіздердің бірі ғой, жазда да қатты жылымайды. Сол жерде де олар жолын біледі ше. Бірінші күні мынанша секунд, екінші күні мынанша секундқа сәл көбейеді, одан кейін мынандай, одан кейін мынандай, бірден бүкіл киіміңді ауыстыру, далада көп тұрмау деген шарттары бар да. Сондықтан бұл мәселені егер ойланып жүрген кісілер болса, кішкене ғылыми зерттеп, қазір оңай ғой зерттеу, соны зерттеп солай кіріссе, бірақ өте пайдалы, дұрыс айтасыз. Енді әдеттерге оралайық. Бізде төртіншісі бұл стресс, яғни салқынқанды болуды үйрену. Бұл үшін біз молшылық режимде өмір сүруді үйренуіміз керек. Стресс режимінде емес, молшылық режимде. Өйткені денеміздің өзі стресс режимде болғанда, мысалы нелер бөле алмайды ше. Мысалы тісімізге кальций керек, там көзімізге мынандай керек, барлық жасушаларға, ағзамызға витамин керек, бірақ стресс режимінде ағзада мынандай ақпарат бар, біз өліп қалатын сияқтымыз. Сондықтан ешқайда витамин жіберме, жина сақтап қой, өйткені ертең қиын жағдай келгенде біз бұны етеміз. Стресс режимде өмір сүрген адам семіреді оған. Өйткені үлкен бір қорқынышты кезең келе жатыр. Тамақ болмай қалатын сияқты, сол кезде менің мынау жан-жағымдағы майлар көмектеседі. Психологияда не бар ғой, немесе я заедала стресс деп қыздар айтады ғой. Стресс кезінде көп тәтті жеп қояды, немесе тамақ жеп қояды, немесе ұлдар ішімдікке салып кеткендер бар, мысалы 2 айда 3 айда 20-30 килограмм жинап алдым деген ситуацияларды естігенмін да. Бар. Солай стрессті жеп қояды өзі. Стресс жеп қояды. Бір нәрсемен әйтеуір шыққысы келеді, ол стрессте біздің миымыз мынандай ақпарат алады ғой, өлетін сияқтымыз. Дайындалайық, енді бір аштан өліп қалмау үшін май жинай берейік деген әңгіме ғой. Қызығы, ол жеген тамақтарыңыздың бәрі энергия болып шығу керек еді ғой, біз күшейіп кетуіміз керек еді, бір жұмыс істегіміз келіп кетеді, бірақ ол энергия жоқ. Қайда, оның бәрі майда ма? Складқа жиналып жатыр, қоймаға жиналып жатыр ғой, жан-жаққа май болып, ертең қиын жағдайда шығады деген. Қиын жағдай болмайды ғой. Бұрынғыдай мысалы ашаршылық, ана Құдай сақтасын, ондай болмайды ғой. Болуы да мүмкін, бірақ қайда. Құрметті оқырмандар, бұл рекламная пауза. Араларыңызда, көрермендердің арасында егер врачтар, дәрігерлер болса, осы біздің каналымызға қонақ болып шықсаңыздар болады. Егер шыққыларыңыз келсе, өз біліміңізбен бөлісіп, ұзақ мерзімді пациентті YouTube платформасынан алғыңыз келсе, өз консультацияңызды осы біздің подкастта отырып адамдарға ұсынғыңыз келсе, мынау төменде комментарийда описаниеде сілтеме бар, соған жазсаңыз біздің менеджер толық ақпаратты беретін болады. Қандай шарттар бар бізде бұл каналға шығып, өзіңіздің біліміңізді бөлісуіңіз үшін. Бесіншісі, давайте кішкене тереңірек кірейік. Бұл жасуша дәрежесіндегі энергия. Біз барлығымыз баяғыда биологиядан өттік. Жасуша, цитоплазма, ядро, көп, Енді бұл жасушаның өзі өте кішкентай. Бірақ оның ішінде көп элементтер бар. Енді бір элемент бар, митохондрия деген. Халық бұны біледі, митохондрия деген. Енді митохондрия деген біздің... Митохондрия деген білмеймін мысалы. Бұл бір жасушаның ішіндегі бір бөлік, былай станция ғой, энергия станция бұл анау, электростанция. Мысалы үйлердің барлығы бар да, бірақ электростанция болмаса свет болмайды ішінде. Қараңғы болады. Білмеймін, телефоныңыз істемейді, шай ой алмайсыз деген сияқты ғой. Сол электростанция ол митохондрия. Жасушаның бәрі бар, бірақ митохондрия болмаса электростанция істемейді. Өте әлсізбіз. Енді митохондрия қызық бір нәрсе, ол энергия жүйелейді, энергия жасайды, және энергия тапсырыс береді. Мен анау баяғыда бір айтатын едім ғой, спортпен не үшін айналысу керек деп, егер спортпен айналыспаса, мен бүгін қанша энергия құртқанымды митохондрия өлшейді. Қанша энергия керек, бүгін спортпен айналыстым, одан кейін ананы істедім, одан кейін ананы істедім, күні бойы бір проекттермен жүгіріп жүрдім, подкаст түсірдік, кездесу өттік, бұның бәрі энергия талап етеді. Енді осындай активный күн болған кезде менің митохондрия ертеңге тапсырыс береді. Бүгінгі қимылдың көптігіне байланысты ертеңге тапсырыс, заказ миға. Ертең бізге осындай энергия керек, өйткені біз мына жақ құртады екенбіз деген сияқты. Енді ертең маған көп энергия келеді, өйткені мен бүгін активный болдым. Ертең де мен жаңағы жүгірем, үйтем, күресіме барам, деймін,
кешке дейін адамдармен кездесемін, бір нәрсе істесем, ары күн тағы керек. Бұл көтеріле береді. Бірақ мен бүгін бүйтсем, шаршап қалдым. Ештеңе істемеймін. Үйден шықпай, сотка шықлап жатам. Физикалық тұрғыдан қимыл аз ғой. Митохондрия түсінді, энергия аз. Ертеңге бізге бүгін енді аз керек, өйткені біз құртпадық. Ертең мен шаршап ояндым. Түк істегім келіп тұрған жоқ деймін. Ештеңе істемей қойсам, ары күні одан да аз, бұл бітпейтін процесс. Тура осы айтып жатқаныңызға байланысты менде болған. Мен білмеймін, кез келген адамда болған шығар. Үйде кейде компьютер ойнайсың, немесе телефон шұқылап жатасың. Күні бойы еш нәрсемен айналыспайсың. Кешке қарай бір кездесу болып қалады. Кездесуге барған кезде адаммен сөйлесе алмайсың ғой, бүйтіп энергияң өшіп қалған. Зорға отырасың же. Қайта қарасаң, обедте немесе таңертең сен еш нәрсемен айналысқан жоқсың, еш нәрсе істеген жоқсың, энергиям қайда деген сияқты сұрақ болады да. Сол энергия сезіледі ғой, ол қызығы. Білдірмеуге тырысасыз ғой. Сезіп қояды бірақ адамдар. Сезіп қояды. Мен қызық бір сондай байқаймын. Мысалы, бір сабақтар бір нәрсе өткенде, офлайн кездесуде, мысалы, шаршап тұрмын. Бірақ білдірмеуге тырысам ғой. Нәтиже онша емес болады ше. Ана выхлоп дейміз ғой, қара алмаз болады, бір нәрсе аз болады, нәтиже аз болады. Энергияң тасып тұрса, сен ол жерде барып сальто секірмейсің, сонда да тура осылай сөйлейсіз ғой. Бірақ адамдар сезеді. Бұл ішкі бір толқындардың мәселесі ғой. Енді жаңағы митохондрия қайтып келсек. Митохондрия бұл станция, энергия жасаушы станция. Енді митохондрия энергия жасайды, қалай жасайды? Біз тамақ жейміз. Ішінде глюкоза бар. Кез келген тамақта глюкоза бар. Ол оттегімен, былай айтқанда, жалпақ тілмен ыдырайды. Сол жаңағы глюкоза оттегімен жаңағы неге өтеді да, процесске өтеді, химиялық процесске. Сөйтіп оны жасушаның ішіне барады. Енді жасуша оны обрабатывать етеді да, АТФ деген нәрсе бар. Аденозин трифосфат деген. Аденозин трифосфатқа айналдырады. Аденозин трифосфат ол уже біздің энергия. Бұл тоқ. Мынау завод, митохондрия, оның өнімі ол АТФ. Аденозин трифосфат. Бұл энергияны беретін зат, сол тікелей біздің бұл шығатымыз қимылдауына АТФ байланысты. Біздің миымызге өте қатты АТФ керек, жүрегімізге қатты керек АТФ, жүрекке. Бұның барлығы АТФ-пен жүзеге асады. Аденозин трифосфат. Бұл былай жүгіріп жетті, барлық жаққа энергия жеткізеді. Енді тағы бір қызық бір нәрсе бар. Коэнзим Q10 деген, коэнзим Q10. Бұл проводтар деп айтайық, былай айтқанда, нелерді тасымалдаушы ғой, энергияларды тасымалдаушы. D3 сияқты ғой, тасымалдаушы. D3-ді балаларға береді, кальцийді тасымалдау үшін сол сияқты. Сонда митохондрия завод, энергия оның несі, АТФ оның несі, өнімі, соны тасымалдайды, ол Q10. Коэнзим Q10 бұл проводтар ғой, сым арқылы барады деген сияқты. Енді осы жасуша дәрежесіндегі энергия бұл басқа. Бұл кәдімгі андай тереңірек әңгіме да. Терең. Чөт шаршап қалдым деген емес, уже сіз сұрайсыз. Демек, бәлкім менің қанымда инсулин көп. Инсулин көбейіп кеткен кезде, демек мен глюкозаны ыдыратып, оны энергияға айналдыра алмай жатырмын. Глюкоза көп, мысалы, білмеймін, тәтті жей берем, қантпен шай ішем, білмеймін, крутой бір сироппен кофе ішем. Глюкоза көп. Бірақ инсулин оны ыдырата алмайды да, энергия көзіне айналдыра алмайды. Сол үшін май көбейеді, анау болады, шаршаңқымын. Бұның барлығы, егер система бұзылса, бұл айтқанда, ол кезде денемнің қайта қалыпқа келуі қиын болып кетеді, ұзақ болып кетеді. Сол үшін мен травмаға жақын боламын. Бір кісілер жай ғана мысалы күресіп жатып, бір жерін ауыртып алады, қолын ауыртып алады, несін, бір кісілер аяғы тайып кетіп, бір жер сынып кетеді. Сынбаса да, мысалы, сыну мүмкін, сыну да мүмкін, өйткені сүйектер дәлсіз оның. Шығып кету мүмкін, немесе жай ғана сіңір созылып кетеді. Сіңір созылу деген ол да біраз машақаты бар бір травма ше. Сондықтан бұның барлығы клетка дәрежесіндегі энергия. Энергияға былай жай мотивация деп қарамау керек, оны бірнеше қырынан қарауға болады энергия. Барлық адамда ол бірдей бөліне ма, әлде әр адамда әртүрлі ма? Әрине, бізде автономды нервный система бар, әркім бізде әртүрлі, бірақ оны да біз қадағалаймыз.
бірден емес әрине. Бүгін тұрып жоқ менде АТФ көп болсын дей алмаймыз, бірақ өмір салтымды өзгерту арқылы бұны жүйеге келтіре аламыз белгілі бір уақыттан кейін. Осы нәрселер бәрі қосылған кезде сіз өте энергичный, шаршамайтын, жаңағы энергиясы тасып, экраннан сезіп тұратын адам боласыз. Енді мынау жағына келейік. Қандай мен тағы да жаңағы мынау 5-шінің ішінде бұл қандай қолдаушы, вспомогательный әрекеттер, қолдаушы бір әрекеттер жасаймын, ол мен витамин БАДи ішуім, шамамен 7 жыл болды. 2019-да мен бірінші бастадым, одан кейін ол тереңдеп зерттеп кірісіп кеттік қой. Енді БАДи бізге қосымша күш береді. Тезірек қалыпқа келуіне көмектеседі. Немесе біздің мынау қазіргі өмір шартымыз, Алматыдағы өмір шартымыз, Қазақстандағы өмір шартымызға байланысты жетіспейтін мәселелерді толықтырады. БАДи деген сөздің өзі биологическая активная добавка. Бұл дәрі емес, бұл витамин емес. Ішінде витаминдер де бар, бірақ көбіне бұл сәл көмектесіп жіберетін бір дәрімен ғой, процесті сәл тездетеді, болды. Ол емдемейді, шатаспау керек. Бірақ дұрыс мөлшерде және дұрыс уақытылы болған кезде бұл кәдімгідей эффект береді. Бұны жоққа шығара алмайды. Менің бір әдеттерім бірі ол БАДи. Қанша жылдан бері ішесіз? 7 жыл. 7 жыл ұйықтауға қатысты БАДиім бөлек, таңертең ішетін БАДиім бөлек, күндіз ішетін БАДиім бөлек. Сөйтіп мен андай базасын құрастыру арманда шыққан проект қой анау. Маған дайректке мынандай нәрселер жазады, Азеке, спортпен айналсам, бірақ түстен кейін энергиям бітіп қалады. Немесе жаңағы өмір салтым дұрыстаймын, бірақ бәрібір энергиям жетпей қалады дейді. Енді менің әдеттерім жаңа айтқан барлық әдет бар, оған қоса үлкен бір қосымша менің ойымша күшті бір әдетім ол БАДи ішу. Ол біздің жаңағы қанымыздағы жетіспейтін дәрумендер сәл көмек. Ол дәрумен емес, ол дәрі емес, бірақ көмекші, биологическая активная добавка. Әрине ешкім мәжбүрлей алмаймыз, бірақ БАДи болу керек күнімізде. Қандай ішесіз өзіңіз? Магний ішем, магний, B6 витаминдер, Б дәрумендерінің құрамы бар. B6, B9, B12 дегендер бар, D3 бар, ішінде жаңағы сосын шөптердің сығындысы, экстракт, пустырника деген сияқты неше түрлі сығындылардың жиынтығы бар, мен солар ішем. БАДиға байланысты мен де ішіп бастадым. Менде де протеин бар, тренировка жасап жатырық, магний бар, омега-3, цинк бар. Еще тренировкадан қазір L-карнитин деген ішіп жүрмін. Майды энергияға айналдырады дейді. Сіз қандай брендтен ішесіз? Мен өзімнің брендімді ішем ғой. Асана деген мен брендімді жасап алдым. Былай болды, зерттедім, маған мынандай витаминдер керек екенін түсіндім, күнделікті өмірде қандай маңызды. Барлығын бір құрамда таба алмадым. Мысалы, жамандамаймын құрамдарын, бірақ қандайда тек магний бар болды. Мен магнийға қалаймын, ішінде B6 болса екен, ішінде липосомальная габа болса екен, ұйқымды тереңдететін сапасын арттыратын нәрселер болса екен, бірақ жоқ, тек магний, немесе тек B6 сондай болады да. Сонымен жаңа қарным ашады, көңілім толмайды. Сосын армандадым, мен мыналарды құрамын мен қалағандай жасап алсақ бола ма? Сосын ақылдастым жаңағы эндокринологтармен, дәрігерлермен, технологтармен, мынандай құрам қалаймын, бола ма? Мысалы, кейбірлерін алып тастады, мынаны араластыруға болмайды деп алып тастау керек. Кейбірлерін айтты, мынау жақсы деп. Сөйтіп мен асаннан шығарып алдым, мен соны ішем. Өйткені басқа нәрселерден сондай бір маған керек құрам таппадым. Қандай түрлері бар ол жақта? Қандай ішесіз? Магний B6 бар, жатыралында оның ішінде магний бар, B6 бар, липосомальная габа бар, B дәрумендер құрамы бар, сосын жаңа шөптердің сығындысы бар, ұйқыға әсер етеді. Мен таңертең біздің асаны сан деген бар, таңертең оянғаннан тамақтан кейін тамақпен бірге ішетін. Ол жерде кофеин бар, жеткілікті мөлшерде. Кофеин бар, жаңа темір бар. Мысалы біздің қанымызда темір аз болса, ферритин ба жаңағы? Тоже темір неге энергияға әсер етеді, одан кейін тәттіге тарта береді деген сияқты. Мен анау санды ішкелі мен тәттіге тартпайды. Өткен темір норма болса тәттігісіз тартпайды деген сияқты. Сосын мелатонин бар. Мелатонин енді оны күнде ішуге болмайды. Бірақ сапардан келгенде, мен осы соңғы сапарымда Германиядан келгенде бірінші күннен бастап кешкі 10-да ұйықтап, 7 күн қатарынан кешкі 10-да ұйықтадым да, жаңа мелатониннің арқасында себепкерлігімен енді 7 күннен кейін менің былай айтқанда джет-лагымның физикалық түрі өтіп кетті. Әрине менталды біраз шаршаңқырап боламыз ғой, бірақ физикалық түрі. Одан алдыңғы жылдары
Мароккодан келгенде мысалы 3 күн ұйықтай алмай отқам. Кәдімгідей таңғы 6-ға дейін есімде. Таңғы 6-ға дейін кітап оқып отқам. Андай ұйқым шайдай ашылған. Оқып отырып, соны 6-да ұйықтайсың, обедте 1-де тұрасың, күнің быт-шыт болады деген сияқты. Осы жолы мелатониннің сөйтеді. Осы үшеуі бар біздің АСН құрамында. Мелатонин күнде ішуге болмайды, максимум 10 күн, 14 күн ұйқыны реттеп алу үшін ғана. Иә, мына екеуін күнде ішуге болады. Ешқандай зиян жоқ. Бұның артық несі жоқ. Ал БАДыға сенбейтін адамдар бар ғой, мысалы ше, БАДы деген далбаса дейді, көмектеспейді, бұл маркетинг дейді. Немесе қазір енді хейт болып жатқандар көп қой енді. Иә, о қызық мәселе. Оған не дейсіз? Мынандай да, біріншіден БАДыдың түрі көп та. БАДыдың түрі көп. БАДыдың бәрін бірдей бітті деп айтуға болмайды. Алдында біреу жазып Инстаграмнан БАДы рак деп айтады деп отыр ғой деп. Қандай БАДы? БАДы деген өзі биологически активная добавка. Оның ішінде құрамы неше түрлі болуы мүмкін. Сіз қайсысын айтып жатсыз? Миллиард түрі бар ғой. Иә, бұлшет еткізіп БАДы рак деп айтады деп айтуға болмайды. Бірақ иә, кейбір құрамын көбейтіп жерсе, зияны болуы мүмкін. Оған қоса бәрін біріктіруге болмайды. Оған қоса мен Америкада болдым ғой, Америкада БАДы былай күнделікті бір әрекет болып кеткен да. Енді америкалықтардың денсаулығына қараңызшы, мықты ғой. Мен анау 5000 адамдық жаңа конференцияға бардық қой. Мен айтайын сізге, ана жерде білмеймін, сондай 5000 америкалық жиналды ма білмеймін, біз өзі 4-ақ па 5-ақ қазақ болдық қой. Сондай 5000 америкалық жиналды ма, бәрі качок, бәрі бойы ұзын, денелері ірі, ана сөйлессең энергиясы тасып тұрады да. Енді сол кісілер сондай БАДыдың нәтижесінде да. Неге білдім? Өйткені мысалы заправкаға кіресіз, БАДы тұрады, сатылып тұрады. Жай дүкенге кіресіз. Америкада. Иә, біздің мысалы смолға кірген сияқты кіресіз, БАДыдың бәрі тұр. Қалаған балаға, ересек адамға, әйел адамға, ұйқыға қатысты, басқаға қатысты. Жапонияға бардым, жапондықтар, кореялықтармен сөйлестім. Жас көрінем? Жас көрінеді. Өте жас көрінеді. Оларда теңіздің астынан шығатын ламинария сондайларды қолданады. Иә, олар ана әрине мынау тұз, йод мәселесі теңізбен күшті нетіледі оларға әрине. Бірақ дегенмен бұл кісілер де БАДыды көп ішеді, өте көп ішеді. Мен сол жақтағы жапондықтармен сөйлестім, сосын бір қазақтармен сөйлестім, айтым да, мына кісілердің сыры не? Мысалы, таксимен жүрсеңіз, Жапонияда барлығы білмеймін 90-нан асып кеткен кісілер да. Бірақ келесіз ғой, басын иіп келіп есікті ашып, чемоданды көтеріп, мен ана кісіге қарадым да, ойладым да, қария ғой мынау, чемодан өзім салайын, жоқ, салғызбайды, өзі көтереді. Барып, ана чемодан мен әрең көтеріп тұрмын, бірақ ана кісі өзі салады, есігіңді ашады, жабады, сондай да. Сыры неде? Өйткені бұл кісілер БАДы ішеді. Биологически активная добавка. Не жетпей тұр, соны зерттейді, ішеді. Енді Корея, Жапония, Американың жағдайын бізбен салыстыруға келмейтін шығар. Сіз қалай келдіңіз бұл сол Жапонияда ішуге? 7 жыл бұрын бастадым дедіңіз ғой? Ішуге ма? Иә, ол кезде мен оқыдым, не жетіспейді. Мен сол кезде мына нәрсені зерттеп жүрдім ғой. Ұйқының сапасын қалай бұдан да артық қылсам болады деп. Мен сенесіз бе, ол кезде 4-15-те тұратынмын ғой. 4-15, бір уақыттар 4-те тұратынмын. Мен достарым маған прикол ұстайтын. Сол кезде мен күнде таңертең оянған кезде барып терезеден суретке түсіріп, уақыт қойып, қайырлы таң деп қоятынмын ғой бір дұғамен. Достарым прикол ұстайтын, сен бір күні мүлдем ұйықтамаймын деген шешім қабылдайтын шығарсың деп ше, өйткені артқа жылжып бара жатыр ғой деп ше. Енді сол кезде мен ойладым, қалай азырақ ұйықтап көбірек эффект болса болады деп. Сол кезде маған қосымша дәрумендер керек болды. Сапасын арттыратын ұйқымның. Содан басталды, сонымен тереңдей берді ғой. Одан өзім қызықтым, мен қалаған құрамда іздей бастадым. Америкадан БАДылар алып келдім, Кореядан БАДылар алып келдім, Жапониядан БАДылар алып келдім өзіммен. Оларды ішіп көрдім. Мысалы, мелатонин алдым Америкадан. Келдім, бітіп қалды, бір соңғысын бір достарыма бердім. Бір кішкентай таблетасын ішесіз ғой, 10 минуттан тағы құлайсыз. Сосын андай бұл снотворный емес, иә? Снотворный емес. Мелатонин снотворный емес, оны шатаспау керек, ол сізді ұйықтатпайды, ол сізге сигнал береді. Ұйықтайтын уақыт келді деген сигнал береді ғой, жасушаларда. Енді мармелад түрінде алдым. Ана мармелад сорып біткенше ұйықтап қаласың, бітпей жатыр. Мармелад бітпей жатып ұйықтап кетесіз. Керемет қой, қолданайық. Жапониядан алып келдім. Жапонияда бір Елдос деген бауырымыз бар. Сол кісі жапондық неде жұмыс істейді, зауытта жұмыс істейді. Жапондық БАДы шығаратын зауытта жұмыс істейді. Ол кісімен сөйлесіп қалдық та, мен айтым, Қазақстанға жетсе тым қымбат болып кетті. Мен Жапонияда жасатқым келді, құрамын бердім, мынандай жасатуға бола ма дедім, болады деді. Мә енді тым қымбат болып кетті анау. Бір флаконы мен сізге айтайын, сол жақта шығу құны 28 000 теңге болды.
оны алып келу, документация, растаможка өзінің құны бір 30-40 мың болып кететін болды да, оны білмеймін кімге сататын. Енді мен бір штук жасата алмаймын ғой, олар айтады кем дегенде 10 мың дана жасатамыз дейді. 10 мың дананың керек бағасы. Маған керек деймін. 10 мың данасын қашан ішіп бітемін мен? Бүкіл әулетіме жетеді ғой. Сонымен одан бас тартым да содан кейін бұны зерттеп кеттім. Бірақ сол кезде Елдоспен сөйлескенде мен айтам, Елдос әдеттерін айтшы жапондықтар деймін. Әдеттерін айтшы. Ол айтты, сапалы ұйқы, мысалы кешкі 9-дан кейін ешқандай көшеде жүрген жапондық көрмейсіздер. Тек андай мереке күндері болмаса, әрине ішіп алған деген сияқты. Бірақ ішіп алған жапондық көрмедім мен. Бір 10 күндей жүрдім ғой, 11 күн жүрдім. Сосын бады деп айтты. Бады. Бұл кісілер өте еңбекқор, соның несіне бадымен тоқтады. Ал маған бады ішу деген сериалдан көріп алдым ба, әлде байлардан көріп алдым ба? Жұмысын жасап жүреді, эффективно жүреді, сөйтіп таблетницасын шығарады да, түк етіп ашады да, тамақ ішіп болған соң іші болады. Мен миымда бір не болған, кейін ақша көп тапқан кезде сондай таблетница алып аламын да, керекті витаминдерін бәрін сабап ішіп жүремін деген сияқты. Өйткені былай айтқанда өмірін эффективный қылғысы келетін, энергиясын эффективный қолданғысы келетін адам, ол біледі ғой, энергиям жетпей жатыр, демек бір жерде бір ақау бар, мен көмектесуім керек дейді, ол көмектеседі. Соның нәтижесінде ол эффективный ғой. Соның нәтижесінде ол эффективный. И БАД-дің мысалы көмегін айтатын болсам, тоже мысалы мен бүгін тренировка жасап жаттым, қатты нагрузка болып кетті, басым айналып кетті да. ChatGPT-ден сұраймын, давлениені тексеремін, тренерім айтып отыр сразу. Сен так кардиомагний ма? Бір нені айтты. Сондай нені іш, сен қаның сұйылту керек, сенде осыны болады. Тренер ғой. И сразу БАД-ды ұсынып жатыр да. И маған бірінші келген кезде де не ішу керек, бір нәрсе ішу керек па деп сұраған кезде, маған бір 12 ма список жіберген. Осындай сатып аласың. И хочешь, мен Америкадан заказ беріп берем, или сен осы Қазақстан алсаң болады. Естественно, Америкадан маған қымбат болды. Қойшеден Қазақстаннан тауып алдым примерно. Сол бір штуктың бағасы бір 10 мың мен 15 мың теңгенің арасы шықты маған бағасы. И жинап алып, қазір ішіп жүрмін рахаттанып. Осыдан бір 3 жыл бұрын мен эндокринологқа барғанда маған БАДылар берді, біз оны тапсырыс бердік, ол Швейцариядан келді. 4 банка БАДы 550 мың теңгеге алдық. Мен осы құрам біз әрине жасай аламыз. Аспаннан алынған нәрселер емес қой. Сіз Қазақстанда жасаттыңыз ба? Қазақстанда жасаттым. Қазақстанда сапасы қалай енді? Бұл бір элементтер ғой. Ол андай сапасыз витамин болмайды да, ол B6 ма, ол B6 да болды. Сапалы, сапасыз болмайды. Состав бірдей болып жасалынды. Составы бар. Мына нәрсеге қарадым да мен, ана зауыт маған сертификация бере ала ма? Ол зауыт халал ма? Мысалы ана капсулаларында халал болмауы мүмкін да капсулаларды. Сол үшін мен халал сертификациясын көріп, одан кейін жаңағы несін көріп, одан кейін бұл кісілер андай ашықта келіңдер, производствоны көріңдер, видеоға түсіріп алыңдар, бүйтіңдер дейді да. Болды, онда бұл кісілермен жұмыс істеуге болады. Сосын нарықта 20 жылдан астам уақыт жүр да. Андай емес та. Бір 2 ай бұрын ашылған едік деген емес. 20 жылдан артық уақытта гарантиясын бере алады. Тіпті біздің банкаларымыздың барлығында артында ГОСТ номер тұр, жаңағы шығарған жердің бүкіл данные тұр да. Ертең Құдай сақтасын, ондай болмайды, бірақ бір нәрсе болып қалса, ол кісілер кәдімгі жауап береді. Ол андай емес та, андай шығара сап этикеткелей салмайсыз кәдімгі. Ішінен бір нәрсені құйып алып деген сияқты. Құйып алып. Әйтеуір энергия көбейді болды, не екенін қайтесің деген сияқты. Ондай емес, сол үшін біз сол кісілерді таңдадық. 2-3 бізде өзімізде өндіріс бар Қазақстанда. 2-3-өне бардық, біз сол кісілерді таңдадық. Ішінен таңдап шығардыңыз ба? Сізде Асана деп аталады, Асана. Ішінде магний В6 бар дедіңіз, одан кейін мелатонин, үшіншісі қандай? Глипосомальная габа деген нәрсе бар, ұйқының сапасын тереңдетеді. Бұл күшті нәрсе. Үшіншісі сондай ма? Сіз бір нені айтып жатырмын, мен тек магний деп жатырмын. Үшінші түрі қандай еді сізде? Сан бар. Бұл энергия көтергенге арналған ба? Қалай жұмыс істейді ол именно? Энергия көтеру, жаңа коэнзим кеудесі дедік қой, соған қатысты әрекет. Бұл андай бір моменттік энергия көтеру емес. Жаңа айтқан проводтар ма? Бір моменттік энергия көтеру емес, бұл тұрақты энергия көтерудің формуласы ғой. Бәлкім мен қазір барып бір кофе ішіп алсам, бүйтіп
бір сағатқа бүйтіп көзім шайдай ашылып кеттік деген ой болады, бірақ тұрақты емес. Мына біз бадыда ішінде жаңағы пустырник дедік, не дедік, бірнеше түрлі шөптердің сығындысы бар, экстракттары бар, одан кейін жеткілікті мөлшерде, көп емес, кофеин бар, одан кейін жаңағы ферритинге қатысты нәрселер бар, темір бар, Д бар, омега бар, B6 бар, осылар қосылады да, маған таңертең бір буф береді да. Егер менің денем осы жүйені түсініп алса, болды, энергия мәселесі проблема болмайды. Бізде бұның бағасы қанша тұрады? Енді бағасы бізде бір данасы 12 мың теңге, бірақ біз бір данасы сатпаймыз. Өйткені рыночный бағадан даже төмен екен ғой? Төмен. Біз алатын ішінде құрамы аздың өзі бір 20 мың, 26 мың теңге тұратын. Бірақ біз 4 айлық және 6 айлық пакетпен сатамыз. Енді 4 айлық пакетте сізде 2 Asana Moon болады. Asana Moon дегеніміз жаңағы магний, B6. Құрамында ұйқының сапасын арттыруға. Бұл жатар кезде немесе тамақтан, кешкі астан кейін ішеміз. Бұлдың бір данасының ішінде 60 капсула бар. Бір құтыда 60. Бір құты 2 айға жетеді. Сонда 2 құты береміз, бұл 4 айға жетеді. 4 айға жетеді. Бір штуғы жетеді. Екінші бізде Asana Sun бар. Ол жерде 2 құты болады. Әрқайсында 60 капсуладан. Ол да 2 айға жетеді. Оны да таңертең таңғы кейін бір данасы ішесіз. 4 айға жетеді. Таңертең бір данасы ішесіз болды. Мен бүгін таңертең іштім. Бүгін өте берекелі күн болды. Қырғын тәріліп кетірдік. Қырғын. Бұл болады. Сосын бір дана Asana Energy болады. Energy дегенім жаңа мелатонин. Ол 30 дана болады ішінде. Не үшін аз қылдым? Негізі мен 14 дана жасап берші деген, ол кісілер айтты, олай жасай алмаймыз деді. Минимум 30 екен. Неге 14 дедім? Өйткені оны 14 күннен артық ішпеген жөн. Кейбір адамдар ойбай мынау рахат екен деп күнде ішіп кетсе ше, зиян болып кетуі мүмкін. Сол үшін 30 қылдым. Бұл мелатонин жаңа. Бұл мелатонин. 3 миллиграмм мелатонин негізі өте көп емес, ол жақсы. Мысалы жаңағыдай сапардан кейін мелатонинді дәрігерлер бізде 55 жастан кейін кісілерге күнделік жазып береді. Күнде іше берсе болады дейді. Өткенде біздің үйге алдым да сізден, Асананы алдым ғой. Сөйтіп мама ішіп рахаттанып ұйықтап алды да. Айтып отыр да, атамыз ұйықтай алмай қалыпты алдын 3-4 күн. Сол кісіге беру керек екен. Не айтпайсың маған дейді. Сол 55 жастан кейін дәрігерлер күнде іше берсе де норма дейді. Өйткені табиғи жолмен мелатонин азайып кеткен. Мелатонин ұйықтатпайды, ол снотворный емес. Мелатонин сигнал береді. Сол сигнал супрахизматический жаңағы ядроға барған кезде ұйықтаймыз дейді. Сол кезде ұйықтап қалсаңыз ұйықтап қаласыз. Бірақ мелатонин ішіп алып 1 сағат жүрсеңіз ұйықтамай қалуыңыз мүмкін мысалы. Сондықтан 2 Moon, 2 Sun және 1 Energy болады, ол мелатонин. Осы 5 штук 12 теңгеден 60 мың теңге болады. 60 мың теңге. Осындай пакетпен ұстастырады. Қазір бұл жаңағы сіздің немен YouTube оқырмандарына арналған. Әйтпесе қазір ол 79 мың теңге болып кетті. Біздің оқырмандарға сондай скидка. Біз алдында айтып қойғаннан кейін әлі солай тұр. 59.900 теңге. Әйтпесе ол қазір 79.900. Достар, мынау жерде бізде Денекод деген промокодты сіздер мынау астында комментарий және описание бөлімінде WhatsApp номерінің сілтемесін қойып қоямыз. Сол жаққа осы промокодты жазып менеджер Қазаев қалдырсаңыздар, сіздерге скидка 79 мың емес 60 мың теңге осы 5 данасын алсаңыздар болады, Asana өнімін. Ал енді Азеке, халық енді әртүрлі ойлауы мүмкін ғой, бағасына байланысты қымбатырақ болса бұл сапалырақ деп, немесе бағасы средний болса оның сапасы төмен деген сияқты. Осыған не дейсіз? Сапаға қатысты түк жоқ. Өйткені мен нарықта енді біраз неттік қой, сосын жаңағы заводында да сөйлестік қой ше. Мәселе баға арзан болса сапасыз деген сөз емес. Мен қалағанша ол біреуін алып 200 мың теңге сатсам да болады. Бірақ мен олай болмасын, қолжетімді болсын деген ниетпен жасадым. Нарықта мысалы бір құтысын 30 мың 40 мыңға сатылып жатқан бұл маркетинг па сонда тек? 20 мың теңгеден мен өзім сатып алғам. Ана омега 3 дегендер бөлек-бөлек. Мысалы тек қана омега 3, тек қана жаңағы қара зере майы, тағы да бір нәрсе. Үшеуін 20 мың теңгеден сатып алғам мен. Бұл тек маркетинг. Енді қалай айтсам болады. Енді ол кісілерге жаңа не айтпай тас лақтырмай қояйын, бірақ енді әркім өзі біледі ғой. Негізі заводтан мысалы, енді мен де бадымен айналысқам ғой, білемін ғой. Шетелден де шығарып көрдім мен, заводтармен сөйлесіп, әртүрлі елдерден көріп, сапасы бірдей болып шығады. Бір адам
бағасын қатты қоймай сатады, бір адам бағасын қаттырақ қойып сатады, себебі жаңағыдай рекламасы кетіп жатқан ақшалар көп. Сізге тиімді екен шынымен. Командалар үлкен шығар, енді айлық беру керек, нету керек, оны түсінеміз. Ал достар, осымен біздің подкаст финалына жетті. Сіздермен болған Азамат Скаков. Рахмет Азеке, келіп опытыңызбен, біліміңізбен бөлісіп, біздің оқырмандарға арнайы өзіңіздің жеңілдігіңізді беріп жатқаныңызға. Егер де осы Асане өнімінде жаңағыдай энерджи бар, оның ішінде энергия көбейтетін магний 6, ұйқыға байланысты, және мелатонин. Осы 5 штук 4 айға 60 теңгеге ұсынып жатыр. Осыған заказ бергілеріңіз келсе, бізде комментарий және описание бөлімінде сілтеме бар. Соған заявка қалдырып, менеджерға жазсаңыздар, толық ақпарат беретін болады. Ал Азеке, қош, сау болыңыз. Рахмет. Алдағы уақытта біздің каналда тағы денсаулыққа байланысты пайдалы подкасттар сізбен болсын, Құдай қаласа. Және егер сіздерге подкаст ұнаған болса, осы каналға подписация етіп қойыңыздар және өз пікірлеріңізді білдіріп, алдағы уақытта Азамат мырзамен тағы подкаст болғанын қаласаңыз, қандай тақырыптарды көргілеріңіз келеді, соны жазып өтсеңіздер. Ал қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.